Сәлем достар. Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңдер. Біз қандай видео түсірейін жатыр? Бүгін мен сендерге 100 задания деген видео түсіретін боламыз. Үшеумізде бар? Иә, үшеуіңе мен задания беретін боламын. Мен задания берем сендерге. Заданияны жасамасаңдар, естественно, артында несі болады? Наказаниясы болады. Бірінші заданияны дайындап қойдым. Ол бізде шоколад пен кетчуп жейсіңдер. Шоколад пен кетчуп? Мен өзім шоколадты жеймеймін, өзім шоколадымды жеймін. Егер жей алмайтын болсаң, көршіден бір бокал су сұрайсың. Сұрай аласың ба? Апаның үйінен, көрші апаның үйінен? Жоқ, мен онда кетчуп пен шоколад жейсам. Онда ал достар, бастаймыз. Дайын болса мен қазір дайындаған нәрсемді. Қиын емес па? Жоқ, қиын болса наказанияны орындай саласыңдар. Міне, кетчуп. Кешегі трендтен қалған шоколадтар. Ой, как раз мықты үшеу бар екен. Так, қояйық. Бірінші бізде асыл наз. Бәрін қойып шығасың ба? Мам, мен лучше земля қойып көшірді. Бокалыңды ұмытпа, бокалыңды. Точно? Екі қыз қалай? Мен жеймін, сразу айтайын. Менде. Иди салайыншы. Не қылды көшеден сұрауға? Дұқың жетпей жатыр ма? Так. Бірінші кім бастаймыз? Давай, үлкеннен бастаймыз, кішіден ба? Горький шоколад па? Горький шоколад. Кімнен бастаймыз, қыздар? Горький шоколад емес. Горький шоколад. Мен шоколад ма? Давай. Асылназдан бастаймыз. Қалай екен? Қыздар, ізінен су ішіп болсын, жеді. Қалай екен, қыздар? Қызым ашып кетті ғана кетчуп. Асылына сағаншы, ұнаған сияқты ғой саған? Ұнады. Ұнады ма? Наша осындай необычный вкустар жақсы көреді. Сочетаниелер ма? Сәйкес келмейтін? Қыздар, екінші задания қандай деп ойлайсыңдар? Қызығып тұр. Тамақпен байланысты ма? Тамақпен байланысты емес, ол ойын түрінде өтеді. Қыздар, мен 3 қасық, 3 бөденен жұмыртқасын дайындадым. Сендер қасықты ауыздарыңа салып, бөденен жұмыртқасын салып, былай стенадан былай 5 рет барып келесіңдер. Ал давайте. Асылназ, алыңдар бір қасықтан. Давай, мына шеттен бастаңдар, қыздар. Бастамайтындар. Бірге бастайсыңдар. Ал, бастаймыз. В общем, ойын шарты бойынша 5 рет былай жүріп өтесіңдер ғой. 5-ші рет қай жақтан тоқтайды, сол жермен тоқтайсыңдар. Жылдамдыққа да қараймыз. Басталды. Қолды жібереміз. 1, 2, 3, 4. Бәріміздікі Жарылды ма? Жарылмады, бірақ түсіп қалды. Аянат, в общем, сен 2 жұмыртқа жардың ғой. Қорып жейсің енді таңертең осыны. Жаңа ойынның наказаниясын айтпаппын. Енді ол ойынның наказаниясына Наршақ пен Асылназ шарикті отырып жарасыңдар, секіріп. Давайте, отырыңдар шарикке. Аянат бізде жеңді, ол қатыспайды. Аянат қайта шардан қорқатын еді. Жақсы болды, оған жеңген, Аянат. Давайте, отырып жар. Наршақ, давай, отырып жар. Ал, жарыңдар, ал. Ішкебен отырып жарса да болады. Давай, Наршақ, сен жар енді. Ішіңмен жарыңдар. Давай. Давай, жоқ, Асылназдың өзі жарсын, давай. Наршақ, өзің жарсын. Қатыспайсың ба, Наршақ? Жеңілесің ба, мойындайсың ба? Наршақ, сен жұмыртқаны апармағаннан кейін наказанияң осы болды ғой. Бұны егер істемасаң, сен жеңілгенді мойындауың керек. Мойындайсың ба? Істемайсың ба? Наршақ, бұл шарттан жеңілді. 3 параққа осылай зубный пастаны жақтық. Удобный болу үшін зубный пастын астын қырқып тастадық. И прям освежать етіп жатыр, е? Достар, біз бастаймыз. Ал, Аянат. Аяқтарын көтеріп тұр ма? Наршақ, аяғын көтеріп тұр ма? Давай, тізелерін тимей көр. Асылназ, сен дұрыс тұрған жоқсың. Дұрыс тұрмам. Давай тұрамыз. 1, Нашақтай көтерсе,
4, 5, 6, 7, 8. Ай, ана бетіңе тимесе берілгенге жатпайды. Астына сен тұра сал, астына берілді. Бізде қыздардың ешқайсысы істей алмады. Наршақ асылназ бірінші құлады, мұрнына жағылды. Мұрнына зор маска болды, мен черный цветка. бірақ анама Бұл наказание негізі осындай деп айтайын деген едім, сразу наказание болды ғой. Наршақ біреу жақпасын деп өзің жаға салдың ба деймін. Біздің зубный паста Наршақтың көзіне кіріп. Наршақ қатты ашыды ма қызым? Жылап жерді ғой прям. Достар, сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.